Баршаңызға сәлем, оқушылар 7-ші сыныптың қазақ тілі пәнінен 4-ші бөлімнің 3-4-ші сабағына арналған тапсырмаларды дәл қазір сіздермен бірге орындайтын боламыз. Сабақты соңына дейін көріңіздер. Бізде тапсырманы орындауды 3-ші тапсырмадан бастаймыз. Достық баптауды қажет ететін нәзік өсімдік сияқты деген пікірдің төңірегінде ой бөлісіңдер. Нақты деректер мен авторлық көзқарастарыңды айтыңдар. Бұл пікір достықтың шынайылығы мен тұрақтылығы, оны дұрыс күтіммен, назар аударумен сақталатынын бейнелейді. Достық та өсімдік сияқты, оған уақыт, қамқорлық, түсіністік, сенім қажет. Достықтың нәзіктігі достар арасындағы қарым-қатынастағы ұсақ-түйекке мән беру мен түсіністікті көрсетеді. Мысалы, жақын досыңа қиын сәтте қолдау көрсету, оның жетістіктеріне шынайы қуану, түсіністікпен тыңдай білу сияқты әрекеттер осы достықтың суарып отыру іспеттес. Зерттеулерге сүйенсек, достық адамдардың психологиялық, эмоционалдық денсаулығына оң әсер етеді. Мысалы, Гарвард университетінің ұзақ жылдарға созылған зерттеуі адамдардың ұзақ әрі бақытты өмір сүруінде шынайы қарым-қатынастың маңызды рөл атқаратынын көрсетті. Бұл достықты сақтау мен нығайту адам өмірінің сапасына тікелей әсер ететінін көрсетеді. Менің ойымша, достық адамның рухани тірегі. Оны сақтап қалу үшін достар арасында түсіністік, кешірім, жанашырлық қажет. Кейде түсініспеушіліктер болса да, оларды ашық сөйлесу арқылы шешуге ұмтылу керек. Себебі шынайы достық қиыншылықта да, қуанышта да бірге болудан тұрады, және ол оңайлықпен кездеспейтін өте құнды құндылық. Достықты өсімдікке ұқсатып суреттеу оның табиғи әрі нәзік құрылымын көрсетеді. Мына жерде кейбір сөзім көрінбей тұр, бірақ енді ар жағында әрбір достықты сақтауға үлесін қосып, оны баптауға тырысса, достық берік әрі ұзақ болады. Міне оқушылар, сіздермен бірге осы достық баптауды қажет ететін нәзік өсімдік сияқты пікірді талдап, таңдап көрсеттік. 4-ші тапсырма, қанатты сөздерді оқып, тәрбиелік мәнін талдаңдар. Адал дос, адал болса досың жақын, еркелейтін немере жақын, өз ұрпағың шөберең жақын, туып өскен елің жақын. Жақсымен дос болсаң, алдыңнан шығар елпектеп, жаманмен дос болсаң, сыртыңнан жүрер өсектеп. Қиын күнде қол ұшын берген нағыз дос, жайшылықта доспым деген жай сөз. Жаман дос көлеңке, басыңды күн шалса қашып құтыла алмайсың, басыңды мұң шалса іздеп таба алмайсың. Енді дәл қазір осы сөздердің тәрбиелік мәнін талдайтын боламыз. Міне оқушылар, сіздердің назарларыңызға адал болса досың жақын, еркелейтін немере жақын, өз ұрпағың шөберең жақын, туып өскен елің жақын. Жақсымен дос болсаң, алдыңнан шығар елпектеп, жаманмен дос болсаң, сыртыңнан жүрер өсектеп. Қиын күнде қол ұшын берген нағыз дос, жайшылықта доспым деген жай сөз. Жаман дос көлеңке, басыңды күн шалса қашып құтыла алмайсың, басыңды бұлт шалса іздеп таба алмайсың. Нақыл сөздерінің, қанатты сөздерінің мән-мағынасын, тәрбиелік мәнін сіздерге талдап көрсеттім. Өзіндік ой қорытындымды да жаздым. Сіздердің пайдаларыңызға жарайды деген ойдамын. 5-ші тапсырма, мағыналы қарым-қатынасына қарай сәйкестендіріп жазыңдар. Өзіңе қарай дос таңда, күшіңе қарай жүк көтер. Кімнің досы жақсы болса, өзі де жақсы болады. Жауыңмен жырақта жүргеннен, досыңмен қараңғыда жүрген жақсырақ. Үнсіздік ұлы дос, ол ешқашан саған опасыздық жасамайды. 6-шы тапсырма, мәтін мазмұны бойынша тақырып қойыңдар, жоспар құрыңдар. Енді сіздерге мәтін берілген, әке мен бала арасындағы диалог, әке мен бала арасында болған жайт. Мәтіннің тақырыбын мен амал дос деп қойдым. Енді жоспарымызды қарастырайық. Бірінші, әкесінің дәулетіне малшынып, сауық сайран құрған бала. Екінші, әкесінің баласынан үйленуін сұрауы. Үшінші, баласының көп досымен мақтануы. 4-ші, әкесінің баласының достарын сынап қалуы. 5-ші, көп достың шынайы келбеті. 6-шы, әкесінің баласына айтқан ақылы. Оқушылар, мына мәтінді міндетті түрде оқып көріңіздер. Сіздерге ой саларлық сондай бір тың идеясы бар, ар жағында назар аударарлық бір ойы бар. Сондай өте жақсы мәтіннің бірі, үлгі болатындай мәтіннің бірі. Сондықтан міндетті түрде оқыңыздар.
Келесі тапсырма 76-шы беттегі ұлы адамдардың ұлы достығы атты мақаламен Дүкенбай Досжанов әңгімесіндегі ұқсас идеяны анықтаңдар. Мәтіндердің тақырыбы мен құрылымын, мақсатты аудиториясын, тілдік ерекшеліктерін салыстыра сипаттаңдар. Келесі тапсырма мәтіндегі есімше жұрнағы жалғанған сөздерді байланысқа сөзмен бірге жазыңдар. Есімше қандай сөз табының орнына жұмсалып тұрғанын айтыңдар дейді, иә? Енді бізде есімшілер ғанген, қанкен, бұл бізде бұрынғы өткен шақ есімшесі, ар-ер, арысы жұрнақ арқылы жасалынатын бізде ауыспалы өткен шақ есімшесі, махмек, бақбек, жоқ, ар-ер, арысы деген бұл жалты келер шақ есімшесі, махмек, бақбек деген мақсатты келер шақ есімшесі. Одан кейін атын, етін, итін деген бізде ауыспалы өткен шақ есімшесі. Енді қараңыздар, бізде жүре бермекпісің дегенді алайық. Бұл жерде махмек, бақбек деген мақсатты келер шақ есімшесінің мек деген жұрнақ арқылы жасалып тұр. Мен дегенде түбірі деген бұрын өткен шақ есімшесі, ішкен асын кен деген жұрнақ арқылы жасалып тұр. Ғанкен, қанкен деген бұрын өткен шақ есімшесі, су құйған, мес салынған қапты, досы екенсің, мойныма ілмексіңдер, болған жайды түсіп кеткен деген сөздер, мысалы бізде есімшенің жұрнағы арқылы жасалған сөздер. Келесі 9-шы тапсырма дос табу қиын, ал оны сақтау одан да қиын деген тақырыпқа жұп болып диалог құрыңдар. Сұрақтарыңның 5-тен кем болмауын және жауапты нақты деректердің қамтылуын қадағалаңдар. 10-шы тапсырма мәтінді зерттеп оқыңдар. Мәтін мазмұнын тірек жоспар бойынша талдап, өз ойларыңды айтыңдар. Яғни тірек жоспар деп отырғанымыз бізде мәтіннің соңында мәтіндегі негізгі тақырып, негізгі ақпараттың мәтінге қатысы, дұшпанның әскербасы жарлығы, оқиғаның өрбуі, қосымша ақпараттың мақсаты, сүйіспеншіліктің жүзеге асуы деген бөлімдер берілген, кесте сияқты. Енді осы кестені тірек сызба ғой, енді бұл басшылыққа ала отыр. Енді біз осы оқып отырған мәтінімізді талқылайтын боламыз. Мәтіндегі негізгі ақпарат: аңызда қазақ даласына шабуыл жасаған жау әскері туралы айтылады. Дұшпан қаланы қоршап, оның ауысуын тоқтатып, қала тұрғындарын берілуге мәжбүрлемек болады. Бірақ қаланың әйелдері ерекше әдіс тауып, ер азаматтарды жаудан құтқарып қалады. Негізгі ақпараттың мәтінге қатысты: бұл оқиға халықтың тапқырлығы мен бірлігін көрсетеді. Тұрғындардың ұлт пен ұрпақты сақтау үшін қандай айлы тапқаны және халықтың сүйіспеншілігі арқылы аман қалғаны аңызда бейнеленген. Дұшпанның әскербасы жарлығы: жау әскербасы қаладағы әйелдерге өздері көтер алатын заттарды алып, қаладан кетуге рұқсат береді. Әйелдердің еркексіз ұрпақ өрбітпейді деп ойлаған дұшпан, осылайша халықты құртамыз деп ойлайды. Оқиғаның өрбуі: әскербасы жарлығын естіген әйелдер өз азаматтарын қапқа салып көтеріп, қаладан алып шығады. Жау қалаға кіргенде бірде-бір еркек қалмағанын, барлығы құтқарылғанын біледі. Қосымша ақпараттың мақсаты: аңыз арқылы халықтың тапқырлығы, батылдығы мен өз ұрпағын, ел азаматтарын қорғауға деген сүйіспеншілігі көрсетеді. Бұл оқиға арқылы халықтың ұлтты сақтауға деген ынтасы мен бірлігі насихатталады. Сүйіспеншіліктің жүзеге асуы: әйелдер қала тұрғындарын аман алып қалу үшін ерекше айла табады. Жау оларды әлсіз деп санағанымен, әйелдер батырлығы мен тапқырлығын көрсетеді. 11-ші тапсырма төменде берілген мақалдар мен фразеологизмнің қандай жағдаятта айтылатынын анықтайтындай шағын әңгіме құрап жазыңдар. Бізде көрсетілген мақалдар мен фразеологизм қатарына жұмыла көтерген жүк жеңіл, төбесі көкке жетті, адалдық достықтың ұлы заңы деген мақалдар мен фразеологизмдер берілген. Енді мен шағын әңгімемнің атауын шыңға шығу деп атадым. Неліктен қараңыздар. Айдын мен оның достары тауға шығып, жаңа бір шыңды бағындырмақ болды. Бұл оңай іс емес еді, өйткені биікке шығу үлкен күш пен шыдамдылықты талап етеді. Шыңның жартысына жеткенде Айдынның досы Ержан шаршап қалды. Ержан тоқтап демалғысы келіп еді, бірақ Айдын оған көп ұзамай жетеміз, жұмыла көтерген жүк жеңіл, демейме, біз сенің жаныңдамыз деп қолдау көрсетті. Барлығы бірлігіп
ержанға көмектесіп, оны ынталандырып отырды. Осылайша өзара қолдау арқылы олар шыңға аман-есен шықты. Шың басына жеткенде ержанның төбесі көкке жеткендей болды. Ол достарымның көмегімен жетістікке жеткеніне шын қуанды. Биіктен айналасына қарап тұрған Айдын расында да адалдық достықтың ұлы заңы деп достарының көмегімен шынайылығын бағалады.